Мұны ми деп атадым. Меніңше, ойдың бәрі осында пайда болады. Әке, менің басымда ми жоқ. Сәлем достар, бүгін біз бәріміз жақсы көретін күлі-күлі, бірақ сонымен қатар қорқынышты құпияларға толы мультфильм «Отбасы Круз» жайлы сөйлесеміз. Бұл мультфильмнің сыртынан қарасақ, жай ғана отбасылық комедия сияқты, бірақ егер мұқият зерттесек, онда көптеген жасырын мағына, құпия, тіпті кішкентай сұмдықтар да бар екен. Сіздермен бірге Сұлтанус арнасы. Давай достар, арнаға жазылып, 20 мың жазылушыға жеткізіп тастайық. Лайкты да ұмытып кетпеңіздер. Онда өзіңіз бірге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Біз онда бастаймыз. Конец. Ютубер красавчик. Отбасы Круз деген кімдер өзі? Бұл өте ескі заманда тас дәуірінде өмір сүрген бір отбасы. Яғни олар қазіргідей автобуста жүрмейді, дүкеннен нан алмайды, ал шопинг дегендері аулап жеміс теру. Олардың тобыры әке Грак, бәрін қорғаушы, бірақ шын мәнінде бәрінен қорқатын. Анна Угга, мейірімді, бірақ ашуланса ауылды бастан аяқ оятады. Қызы Ип, батыл, бәрін қызығады, ал үнемі жаңа нәрсе іздеймін деп шытырманға кіріп кетеді. Ұлы Танк, нағыз тамақ құмар, оған бәрібір, ет пе тас па бәрін жегісі келеді. Кішкентай Сэнди, кішкентай болса да жыртқыш ан көрсе, мен сені жеймін деп жүгіріп кетеді. Әже Грен, ешқашан өлмейтін супергерой. Кто ты такой? Мен өрмекші адам апаман. Олардың өмірі қандай болған? Олар үңгірде тұрады, таңертең тұрады, бүгін не жейміз? Кім аулайды? Кім үңгірді күзетеді деген сұрақтармен бастайды. Ал біз сияқты телек көріп, телефон шықылап отырған жоқ. Олар үшін қызық дегеніміз жаңа ан, жаңа жеміс, жаңа саяхат. Отбасы Крузтың жануарлары. Бұл мультфильмнің фишкасы жануарлар. Өйткені олар гибрид сияқты. Жартысы мысық, жартысы жолбарыс, жартысы құс, жартысы піл дегендей. Яғни кәдімгі зоопаркта кездеспейтін хайуандар. Үлкен мысық. Иптің жанында жүрген алып мысықты білесің ғой? Ол нағыз жолбарыс тотықұс қоспасы. Түрлі түсті, бірақ түріне қарасан мяу демейді, кәдімгі ырррр деп қорқытады. Қорбандаған құстар. Бұл кішкентай тоты құстар сияқты, бірақ пиранья мінезді, яғни бір нәрсені көрсе топтасып барып талап тастайды. Кішкентай болса да олардың артынан жүгіргенде адам арсына да қатты қашады. Белт, яғни маймыл. Белт. Бұл нағыз шоу жұлдызы. Гайдың жанында жүретін кішкентай ленивец. Ол үнемі қызық дыбыс шығарады. Шын мәнінде ол белдік қызмет атқарады, бірақ кейде ән айтып, бейбелеп, прикол жасайды. Жануарлардың бәрі кәдімгі хайуан сияқты көрінеді, бірақ мінездері адамдарға ұқсайды. Кішкентай құстар отбасын қуады, кәдімгі қой баққан қасқыр сияқты. Сюжет неден басталады? Бәрібір үлкен үңгірде басталады. Круз отбасы күні таңертең тұрады да бірдей өмір сүре береді. Әкесі Грак, үңгірден шықпаңдар, сыртта қауіпті дейді. Балалары, тағы да үңгірде отырамыз ба деп іштері пысады. Яғни олардың өмірі кәдімгі дүйсенбі сайын мектепке бару сияқты, күнде бірдей қызықсыз. Бірақ үлкен қызы Ип үнемі жаңа нәрсе іздейді. Бір күні ол түнде үңгірден шығып кетеді де Гай деген бейтаныс жігітпен кездеседі. Гай кәдімгі ақылды бала, от жағады, жаңа нәрселер ойлап табады. Қолында кішкентай жануары Белт бар. Ол Ипке,
жер қазір қауіпті болады, бәрін көшуің керек деп айтады. Жер қозғалып апат болады. Шынымен де жер қозғалып үңгірлер қирайды. Круз отбасы амалсыз сыртқа шығады. Әкесі Грак бастапқыда қатты ашуланады. Мен айттым ғой үңгірден шықпаңдар деп. Бірақ енді үңгір жоқ. Жолдағы қызықтар. Олар әртүрлі жануарлармен кездеседі. Алып мысық, қорқынышты құсқар, крокодок. Әр сәтте Грак қауіпті қашыңдар дейді. Бірақ кейін сол қауіпті жануар достарына айналады. Әжесі Грен мен өлмеймін деп қайта-қайта прикол жасайды. Гайдың арқасында отбасы от жағуды, отбасын жылыту, құрал жасау сияқты жаңа нәрселерді үйренеді. Танк тамақты бұрынғыдан да көп жейді. Иіп, жаңа достар табады. Грак ақырымдап батыл болуды үйренеді. Неге жер сілкініп жатыр? Отбасы Круц өмір сүрген дәуір өте ежелгі. Миллиондаған жылдар бұрынғы тас дәуірі. Ол кезде жер әлі де жас бала сияқты болатын. Біресе қақырап шүкіріп оттайды, жанартаулар атқылайды. Біресе қатты түшкіреді, дауыл соғады. Біресе қолын созады, жер сілкінеді. Яғни жер әлі толық тынышталмаған. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Арна жазылып, лайк басып кет.